Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Қазақ тілі мен қазақ әдебиеті пәні бірлестігінің мектепшілік семинар тақырыбы оқыту үдерісінде оқушының өзіндік жұмыстарын ұйымдастыру. Осы семинарда өткен ашық сабақтың жұмыстарын өздеріңіздің назарларыңызға ұсынбақпын. Пәні қазақ тілі, сыныбы 8 Б, пән мұғалімі Хаметова Ағмарал Тоқтасынқызы. ОМЖ бөлімінің тақырыбы адамзаттық құндылықтар және әлем мәдениеті. Сабақ тақырыбы құндылықтар әлемі. Оқу мақсаты тыңдалған шығарманың мазмұнын түсіну, негізгі ойды анықтау. Сөйлеу ағымында интонацияның құрамдас бөліктері әуен, әуез, тембр, қарқын, кідірісті сөйлеу мәнеріне сай қолдану. Ойлау дағдысының деңгейі, білу және түсіну, қолдану. Барлық оқушылар тыңдалған шығарманың мазмұнын түсініп, негізгі ойды анықтайды. Сөйлеу ағымында интонацияның құрамдас бөліктерін сөйлеу мәнеріне сай қолданады. Басым көпшілігі шығарма тақырыбына байланысты көзқарасын дәлелмен айтады. Интонация бөліктерін ажырата алады. Кейбір оқушылар сыни пікір айта алады. Әуен, қарқын, кідіріс, әуез, тембр бойынша мәтінді оқиды. Бірінші тапсырманың оқу мақсаты тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, ұсынылған ақпараттан негізгі ойды анықтау. Бағалау критерийі шығарма мазмұнын түсінеді, негізгі ойды анықтайды. Тапсырма: өлеңді мәнерлеп оқып, дауыс ырғағына мән беріңіз. Сіз үшін адамзаттық құндылыққа не жатады? Өз жауабыңызды автор көзқарасымен байланыстырыңыз. Дескриптор: өлеңді оқып, дауыс ырғағына мән береді, ең басты құндылықтарға назар аударады, өз көзқарасын автор көзқарасымен байланыстырады. Яғни бірінші тапсырмада Мұхтар Шахановтың 4 ана өлеңі беріледі. Осы өлеңнің аясында оқушылар жұмыс жасайды. Екінші тапсырма: оқу мақсаты сөйлеу ағымында интонацияның құрамдас бөліктері әуен, әуез, тембр, қарқын, кідірісті сөйлеу мәнеріне сай қолдану. Бағалау критерийі сөйлемде интонацияның мәнеріне сай қолданады. Тапсырма: төмендегі нақыл сөздегі ойға сәйкес ана тілінің адамзаттық құндылығы екенін дәлелдеп жазыңыздар. Сөйлем интонациясына мән беріңіздер. Бұл дәуірде өз тілін, әдебиетін білмеген, қадірленбеген адам толық мәнді интеллигент емес деуге болады. Себебі онда қандай мамандықтың білімі болса да, рухани ой тәрбиесіне сыңаржақ азамат болады. Ана тілін білмейтін адам мәдениетті адам санатына қосылмайды. Дескриптор нақыл сөздің мағынасын ашады. Нақыл сөздегі ойға сәйкес ана тілінің адамзаттық құндылығы екенін дәлелдеп жазады. Сөйлемдегі интонацияны мәнеріне сай қолданады. Қалыптастырушы бағалау: өлең интонациясы мәнерін сақтай отырып, мәнерлеп оқиды. 1 мен 4 ұпайдың арасы. Нақыл сөздің мағынасын ашады. Нақыл сөз бен өлеңдегі құндылықты анықтайды. 5 пен 7 ұпайдың арасы. Өз көзқарасы мен автор көзқарасын байланыстырады. 8 пен 10 ұпайдың арасы. Бұл сабақтағы тілдік бағдарымыз интонация, яғни сөйлемдегі интонация бірліктерін сақтау. Яғни тілдік бағдардың бұл 3-ші сағаты болғандықтан балалар интонация түрлерін ажырата алады. Яғни оны өлеңді оқығанда немесе өздерінің пікірін жазған кезде интонация түрлерін ажырата алады. Өздеріңізге белгілі қашықтан оқуға байланысты сабақтың форматы асинхронды және синхронды болып бөлінуде. Яғни қазір біздің жұмыс жасап отырған форматымыз асинхронды формат. Асинхронды формат оқушының өз бетінше оқуға арналған оқу тапсырмаларынан тұрады. Яғни өзіндік жұмыс оқушының өз бетінше тапсырмаларды орындауы. Өзіндік жұмысты орындай отырып, оқушының ойлау қабілеті, ізденімпаздық, шығармашылық, зерттеушілік қабілеттері артады екен. Назарларыңызға рахмет.